Сәлем достар, бүгін мен Абай атамыздың Ескендір поэмасын айтып беретін боламын. Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көршілерге көз алартып қарады, оңды солды. Сұмдықпен ғаскер жинап қаруланды, жақын жерге жау болды, тұр аттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазықсыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодан қылып, өкіметін қолынан тартып апты. Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қаншыр қаһарлан ашуы көп, атағынан қорқақ жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошаметші айтар екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Сау болыңыздар достар.